Бір кездері Еуропаны үрейге салған Алтын Орданың алғашқы астанасы бүгінде Жезқазған облысында жатыр. Бұл Орда базар шаһары талай ғасырлар бойы киелі дешті Қыпшақтың астанасы деп дәріптелген шаһардан бүгінде оның қалдықтарын ғана көруге болады. Ал бұл жерлер Алтын Орданың ғана емес, кейін Орта жүз руларының орталығына айналған болатын. Орта жүз орталық және солтүстік шығыс Қазақстанды мекендеген қазақ тайпаларының ортаңғы бөлігі. Өткен жолы видеомызда айтқандай, бұл ғұндар мен түркілер кезеңінен қалыптасқан елді үш қанатқа бөліп басқару жүйесі болатын. Орта жүздің қалыптасуы орта ғасырдағы Қыпшақтар, одан кейін Ақ Орда, Өзбек ұлысы ру тайпалармен тікелей байланысты. 15 ғасырда бүгінгі Қазақстан территориясының басым бөлігін алып жатқан көшпелі өзбектер немесе Әбілхайыр хандығы ыдыраған соң, ноғайлар, қазақтар, сібірліктер мен өзбектер өз шекараларын анықтай бастайды. 16 ғасырдан бастап қазақ хандары өз иеліктерін кеңейте бастады. Орта жүз жері хандықтың негізгі бөлігіне айналады. Тіпті естеріңізде болса, Қасым ханның күш алып Шайбаниді талқандауы, одан кейінгі билеушілердің әлсіреу жылдарында шекаралық аймақтар біресе өзбектердің, енді бірде ноғайлар мен сібірліктердің иелігіне өтіп кетіп жатқан кезде, дәл осы Ұлытау жері қазақ халқының табан тіреген киелі жері болып қала берді. Анталаған жаумен күресте Ұлытаудың тарихымызда алар орны ерекше, мұны ашық айтуымыз керек. Алтын Орданың түп атасы Жошы ханның кесенесі Ұлытау жерінде салынуы, Алтын Орданың ең алғашқы астанасы, біз бағана айтқан Орда базар қаласының бүгінгі Жезқазған аймағында орналасуының өзі бұл жердің бабаларымыз үшін қандай маңызды болғанын көрсетіп тұрғандай. 18 ғасырда қазақ ордасына жоңғарлардың басып кіруі, өзара таққа таластың, сұлтандардың жеке билікке ұмтылуы елді қатты әлсіретіп, жоңғарларға қарсы біріккен әскер ұйымдастыруға өте қатты кедергі келтірді. Тәуке хан дүниеден өтісімен 300-де жекелеген хандар пайда бола бастады. Ал мына жақта жоңғарлардың біріккен күштері жолындағысын жайпап, халықты босқындатып жіберді. Сол дәуірдегі халқымыздың жағдайы, әсіресе Орта жүз қазақтары туралы Шоқан Уәлихановтың өзі былай деп жазып қалдырған еді. Құтырынған жоңғарлар түре қуған Орта жүз қазақтары Самарқанд маңынан барып шықты. Олардың бір қатары көмек пен қамқорлық іздеп Ресей шекарасына жақын қоныстанды деп жазған болатын. Негізінде Ресейдің қол астына өтуді кіші жүздің билеушісі Әбілқайыр ханның есімімен байланыстырады. Алайда сол дәуірде қазақтың жан-жақтан шапқыншылыққа ұшырауы, расында да тұтас халықтың жойылып кету қаупін тудырғаны, аман қалудың жалғыз жолы Ресейдің көмегін пайдаланып күш жинап алу деген идея билеуші топтардың арасында кеңінен тарап кеткен болатын. Әрине, сол аласапыран кезеңдер күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылып, халықтың тозғындап, ішер ас, киер киімге жармаған кездегі жағдайды білмей, түсінбей жатып, кіші жүздің Әбілқайыр ханы, орта жүздің Сәмеке ханы, ұлы жүздің Жолбарыс хандар Ресейдің бодандығын қабылдады. Өйтпеу керек ет, бүйту керек ет деп, бүгінгі бейбіт заманда отырып алып, сынайтындардан өтініп сұраймын. Қарны ашпаған адамға тамақтың тәттілігі сезілмейді. Жып-жылы жайлы үйде отырып алып, сол кезде аптап ыстық, қақаған боран, киерге киім жоқ, алба-жұлба болып, қайда барарын білмей, киіз үйдің өзіне жармай, әр байдың, әр төренің соңында әйтеуір жан сақтағанға шүкіршілік етіп, түнде ұйықтағанда қай тұстан жоңғарлар басып кірер екен? Қалмақтар бүгін қай тұстан шабуылдар екен? Хиуалықтар малымызды тартып алмас па екен? Орыстар зеңбірегін гүрсілдетіп қырып салмас па екен деп, әрбір түнін үреймен өткізген ата-бабаларымыздың сол кездегі басындағы жайларды түсінбей жатып, бүгіндері ыстық кофе ішіп, жайлы үйде жатып алып, сынамаңыздаршы, өтініш сіздерден. Олардың мәжбүрліктен осындай қадамға барғанын сәл де болса түсінуге тырысайық. Тарихымызды сол қалпында қабылдай білейік. Құдай халқымызды ондай аласапыранға енді түсірмесе екен. Мысалы, бейбіт күнде бір жеріңіз сәл ғана ауыра қалса, қалай боласыз? Ауырмаңыз, оның беті арман. Ал кезінде бабаларымыз небір қанды қырғынды,
бір үзім нан таппай босқындаған кездерін көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Соғыстан ығыры шыққан жұртымыздың басындағы аласапыран кезеңдерді жан жүрегімізбен сезінбей жатып, тұлғалардың бұл шешімдерін түбегейлі теріске шығару дұрыс емес деп ойлаймын. Әрине, бұл төрелер мен сұлтандардың сол кездегі таққа таласы, өзара жауласып, сыртқа жем болуын ақтап ала алмайды. Егер әлемдік тарих тұрғысынан алып, үлкен шеңберде қарайтын болсақ, Ресейдің қазақ ордасын тәуелсіздікке түсіруі бұл заңды тарихи құбылыс деп айтуға болады. Себебі заман әлдеқайда ілгері кетіп, ғылыми техника, өндіріс пен соғыс жүргізу тәсілдерінің түбегейлі өзгерген заманында қолына қылыш пен найза ұстап шайқасқан әскердің жеңілетіні айтпаса да түсінікті. Қаншама жерден батыр болсын, қаншама жерден жүрек жұтқан батыл болсын, қанша дегенмен техникаға қарсы бұл әрине ол қиын нәрсе. Яғни дамыған соғыс құралдарымен шайқасқан Ресейдің қазақ әскерін жеңіп кетуі бұл тарихи заңдылық. Ал мұндай өзгерістер, жаңалықтар, ғылым білімнен кейінге қалып, көштің соңында қалып қалған жалғыз қазақ халқы емес, бұл тұтас Азия құрлығына, Африка елдеріне, мұхит аралдарына да қатысты. Тіпті Ресейдің өзі, яғни қазақтарды жаулап алған Ресейдің өзі отарлаушы ел болғанмен, 19 ғасырға қарай Ресей империясы Еуропаның басқа елдерімен салыстырғанда әлдеқайда артта қалған мемлекет болатын. Ауыл шаруашылығы болсын, әскери техникалық жағдай болсын. Ресей тек қазақ, өзбек, жоңғар сияқты халықтармен салыстырғанда ғана сәл ілгері дамыды. 1905 жылы алақандай ғана Жапония сол Ресейдің әскерін масқарасын шығарып талқандап тастады емес пе? Сонымен негізгі тақырыпқа оралайық. Сыртқы жаудан қорғану үшін кіші жүз, ұлы жүзбен қатар орта жүз тайпаларының біразы Ресей бодандығына өте бастады. 1734 жылы 10 маусымда Сәмеке хан бастаған орта жүз руларының бір бөлігі Ресейдің қол астына өз еркімен өтті. 1740 жылы тамызда Әбілмәмбет хан, 1742 жылы қарашада Найман тайпасының билеушісі Барақ сұлтан Ресей бодандығын қабылдады. 1754 жылы қазанда қоңыраттардың біраз бөлігі бодандыққа кіргенімен, олардың Ресей қол астына өтуі 19 ғасырдың орта тұсына дейін созылды. Жоңғар мемлекеті жер бетінен жойылғаннан кейін көшпелі ордалардағы хандық билікті түбегейлі жою саясаты басталды. Ресей үкіметі 1815 жылы орта жүзде екінші хандық құрып, оған Бөкей хан болды. 1817 жылы Бөкей хан, 1819 жылы Уәли хан өлген соң, 1822 жылы орыс патшасының жарлығымен орта жүзде хандық билік жойылды. Орта жүз жеріне орыс бекіністері жаппай салына бастады. 1837 жылы Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс 10 жылға созылып, ақыры жеңіліске ұшырады. Ашық дерек көздерде орта жүз қазақтары енген екі облыста 130 болыс, 1048 старшын, 183.668 шаңырақ болған екен. 1889 жылғы санақ бойынша Семей облысында 519.887, Ақмола облысында 466.364 адам тұрған. 1897 жылғы санақ бойынша халық саны көбейіп, мұнда барлығы 1.267.198 қазақ тұрған. Шежіре бойынша орта жүз құрамы 6 негізгі рудан тұрады. Олар Арғын, Найман, Керей, Уақ, Қоңырат, Қыпшақ. Бұл тайпаларда өз ішінде руларға бөлінеді. 1896-1911 жылдары өткен ауыл шаруашылық санақтарына сәйкес орта жүз қазақтарының жалпы саны: Арғындар 509.000, Наймандар 395.000, Қыпшақтар 169.000, Қоңыраттар 128.000, Керейлер 90.000. Орта жүздің жалпы тарихы осындай. Бұл видеоны барлық WhatsApp топтарына таратып жіберіңіз.